2 дайым жеңке кітіп қайтмадылар. Бір дәне дайым жеңке кітіп қайтып келді. Бір адам қазанғанда расход yapmak керек, ақшы шықмақ керек қолынан. Onun үшін мен бұл немеге адамларға столлар 100-150 адам ола, оларға стол на кровать yapıp 15 жылдан бері бұл праздникті сырчат yapamыз. Отец ушел на фронт, у него даже бронь была, а он нет, я ухожу и все. И из семьи, из мужчин никто не вернулся. Я не считаю как-то праздник, день скорби. Сегодня 9 мая. Для нашего народа это день памяти и скорби. Все-таки наши ветераны, крымские татары, пережили очень много. Наряду с депортацией, которую они пережили, они еще и воевали, защищали родину. Оғада халыққа бүк балабан бар ағы вазиетлерден, жеңкілерден кечіп, ғалебе қазанып, біздің халқымыз үшін бұл тек ғалебеде дегіл, ғалебеден чөк ебет бір қасиветлік он. Нечін дегенде аскерлеріміз, қарбаба деделеріміз жеңкте іштірак еткенде, халқымыз уже ветеранымызда жоқ еді. Onun için menimçe ғалебеден çok қатырақ күні деген fikirde tutamazım.